Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тәтті тоқаш пісіру рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 1 килограмм ұн, 500 мл жылы сүт, 2 жұмыртқа, 200 грамм ерітілген сары май, 150 грамм қант және 2 шай қасық ашытқы қажет. Салмасы үшін 60 грамм жаңғақ майы, 40 грамм қоюландырылған қайнатылған сүт және 2 шай қасық мақ қолдандым. Кез келген салманы салуымызға болады. Ыдысқа жылы сүтті құйып, қантты салып, қант ерігенше араластырамыз. Ашытқыны салып араластырамыз. Екі жұмыртқаны салып араластырамыз. Ерітілген сары майды құйып араластырамыз. Үстінен ұнды салып, жұмсақ етіп, қамыр илейміз. Қамырдың үстін жауып, 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырды 4 бөлікке бөлеміз. Қамырды видеода көрсетілгендей жайып, үстіне салмасын жағып, рулет етіп ораймыз. Дайын рулетті бөліктерге кесеміз. Пештің табасына пергамент қағазын төсеп, тоқаштарды қойып, бетін 15 минутқа жауып қоямыз. Барлық тоқаштарды дәл осы ретпен дайындаймыз. Мақ себеміз, рулет етіп ораймыз, кесеміз. Келесі рулетке мен тосап қостым.
бір жұмыртқаның сарысына бір аз қасық сүтті қосып араластырамыз. Жұмыртқаны тоқаштардың бетіне жағып, үстінен күнжіт себеміз. Тоқаштарды 180 градус қызып тұрған пеште 25 минут пісіреміз. Тоқаштарымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.